Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дүкендегідей өте дәмді болып шығатын печеньені үй жағдайында жасайтын боламыз. Бұл печеньенің құрамына көп ингредиенттер қажет етпейді. Печеньеміз дәмді, қытырлақ болып шығады. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм жұмсақ сары май. Осы 100 грамм сары майымызға 180 грамм шекерімізді қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияда жазып қалдырамын. Осылай шекеріміз бен майымызды жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте жұмыртқаның кезегі. Бұл жерде 2 жұмыртқамызды жарып тұрып саламыз. Жұмыртқамызды салып болған соң, венчиктің көмегімен бір керкі болғанша араластырамыз. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын печеньелердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол видеоны көріңіздер. Сосын ұнның кезегі, ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Бұл жерде ұнымыздың бірінші бөлігін електен өткізіп болған соң, қопсытқыштың кезегі. Осы печеньенің қамырына біз 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышымызды қосып болған соң, ары қарай венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Және де осындай менің рецепт түсірген видеоларым ұнайды ма, пікірлеріңізді де комментарияға жазып қалдырыңыздар. Мына шетте ұнымыздың бірінші жартысын қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, бізде сұйықтау келген қамыр шығады. Сосын ұнымыздың екінші жартысында електен өткіздім. Бұл жерде мен 300 грамм ұн қостым. Сосын тағы да 80 грамм ұн қостым. Яғни осы печеньенің қамырына мен барлығы 380 грамм ұн қостым. Мен 380 грамм ұн қосу арқылы қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр иледім. Достар, сіздердің де қамырларыңыз жұмсақ болып шығуы керек. Сол үшін де ұнды өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Сіздерде 380-нен жоғары грамм ұн қосылу, яғни кетуі мүмкін. Сол үшін де қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Мінекей мына видеодағыдай сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, эластичный, әдемі қамыр шығуы керек. Осы қамырымызды бір дестен илеп, қамырмен жұмыс жасай береміз. Яғни қамырды илеп, тоңазытқышқа салмаймыз. Осы қамырымызды осылай әдемілеп илеп болған соң, осы қамырымызды осылай майда бөліктерге бөліп шығамыз. Мен әр печеньем бірдей болғанын қаладым. Сол үшін әр печеньені 25 граммнан өлшеп алдым. Осы домалақ қамырымызды осылай өлшеп, ортасынан кішкене басып, пергамент қағазы төселген қағазымыздың үстіне қатарынан қойып шығамыз. Достар, осы бір қамырдан менде 31 штук печенье шықты. Дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Бұл печеньені сіздер шаймен бірге тәтті нәрсе жегілеріңіз келген кезде, немесе үйлеріңізге қонақтар келе жатыр, дастарханға не қоятындарыңызды білмесеңіздер, осы печеньені жасап ұсынсаңыздар болады. Печенье өте дәмді, сливочный болып шығады. Енді келесі кезекте бізге керегі стакан. Осы стакан арқылы мына видеодағыдай қамырымыздың үстіне осылай узор жасап шығамыз. Біз стаканымыздың шетін алып, қамырымыздың үстінен 4 рет басып шығамыз. Сонда бізде осындай өте әдемі сүйкімді печеньелер шығады. Осы печеньені қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Бұл жерде біздің печеньеміздің сырты кішкене қызарып, асты қып-қызыл болып піссе, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Және де әр үйдің пеші әртүрлі пісіреді. Мысалы, мына менің печеньем 15 минуттың ішінде пісіп шықты. Сіздер печеньенің пісу уақытын өздеріңіздің пештеріңізге қарай ыңғайлаңыздар. Қараңыздар, бізде осындай өте әдемі печенье пісіп шықты. Ортасын бөліп көрсетейін. Ортасы бөлінгенде осылай керемет болып шықты. Бұл печеньені пештен шыққан соң кішкене суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады.
бір қамырдан бізде осыншама көп печеньелер шықты. Осы печеньені үйдегілеріңізге жасап беріңіздер. 5 минуттың ішіне таласып жеп қоятынына күмәнім жоқ. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.